Төлеубаева Гүлмара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы желі құрудың принциптері. Желі құру тұжырымдамасы. Ең қарапайым желі бір-бірімен кабельмен қосылған кем дегенде екі компьютерден тұрады. Бұл оларға деректерді бірлесіп пайдалануға мүмкіндік береді. Барлық желілер дәл осы қарапайым қағидатқа негізделеді. Компьютерлік желілердің пайда болуы практикалық қажеттілікке байланысты деректерді бірлесіп пайдалану мүмкіндігі болды. Дербес компьютер құжатты жасау, кестелерді, графикалық деректерді және басқа да ақпарат түрлерін дайындау үшін тамаша құрал, бірақ сіз өз ақпаратыңызды басқалармен тез бөлісе алмайсыз. Желілер болмаған кезде басқа пайдаланушылар онымен жұмыс істей алу үшін әрбір құжатты басып шығаруға тура келді, немесе жақсы жағдайда ақпаратты дискеттерге көшіру. Желі қосылған компьютерлер тобы және басқа да құрылғылар деп аталады. Ал біріктірілген және бірлесіп пайдаланатын компьютерлер тұжырымдамасы желілік өзара қимыл деп аталады. Мына суретте желілердің қалай бірлесіп бір-бірімен байланыстылығы көрсетілген. Желіге кіретін компьютерлер бірлесіп пайдалана алады. Деректер, принтерлер, факсимильді аппараттар, модемдер, басқа құрылғылар. Бұл тізім үнемі толықтырылып отырады, өйткені ресурстарды бірлесіп пайдаланудың жаңа тәсілдері пайда болады. Компьютерлік желінің мақсаты. Компьютерлік желілердің негізгі мақсаты ресурстарды бірлесіп пайдалану және бір фирманың ішінде де, одан тыс жерлерде де интерактивті байланысты жүзеге асыру. Ресурстар бұл деректер, қосымшалар және сыртқы дисковод, принтер, тышқан, модем немесе джойстик сияқты перифериялық құрылғылар. Компьютерлердің интерактивті байланысты ұғымы нақты уақыт режимінде хабар алмасуды білдіреді. Принтерлер және басқа да перифериялық құрылғылар. Компьютерлік желілер пайда болғанға дейін әрбір пайдаланушы өзінің принтері, плоттер және басқа да перифериялық құрылғылары болуы тиіс. Принтерді бірлесіп пайдаланушы жалғыз жолы болды. Бұл принтерге қосылған компьютер үшін. Енді желілер бір уақытта деректерді және перифериялық құрылғыларды иеленуге мүмкіндік береді. Егер бірнеше пайдаланушы құжатты басып шығару керек болса, олардың барлығы желілік принтерге жүгіне алады. Деректер. Компьютерлік желілер пайда болғанға дейін деректер. Компьютерлік желілер пайда болғанға дейін адамдар ақпаратпен алмасады. Ақпаратты ауызша береді. Жазулар мен хаттар. Ақпаратты дискетаға жазып, дискетаны басқа компьютерге апарып оған деректерді көшірді. Компьютерлік желілер бұл процесті жеңілдетеді, пайдаланушыларға деректердің кез келген түріне дерлік қол жеткізуге мүмкіндік береді. Компьютерлік желілерді пайдалану көптеген артықшылықтарды атап айтқанда, деректер және перифериялық құрылғыларды бірлесіп пайдалану арқылы шығындарды төмендету, қосымшаларды стандарттау, деректерді уақытылы алу, тиімді өзара қимыл және жұмыс уақытын жоспарлау. Қазіргі уақытта компьютерлік желілер жүз шегінен шығып тұтас елдер мен континенттерді қамти отырып жаһандық компьютерлік желілерге өседі. Барлық желілер кейбір ортақ компоненттерге, функцияларға және сипаттамаларға ие. Олардың ішінде серверлер, желілік пайдаланушыларға өз ресурстарын ұсынатын компьютерлер, клиенттер, сервер ұсынатын желілік ресурстарға қол жеткізуді жүзеге асыратын компьютерлер. Орта компьютерді қосу тәсілі. Ортақ пайдаланатын деректер, желі бойынша серверлермен ұсынылатын файлдар. Бірлесіп пайдаланатын перифериялық құрылғылар, мысалы принтерлер және кітапханалары, серверлермен ұсынылатын ресурстар. Желідегі ресурстар, файлдар, принтерлер және басқа элементтер. Желі түрлері. Белгілі бір ұқсастықтарға қарамастан желілер екі түрге бөлінеді. Бір жадты, сервер негізінде. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.